Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушыларым? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы туынды. Осы туындыға қазір анықтама беремін және формуласын жазып көрсетемін, шығару жолын. Алдыменен y тең fx деген қандайды бір мынандай функция алайық. Мынау бізде y тең fx функциясының графигі деп қарастырайық. Осы функцияның x өсінен тетігінен бір екі нүктесін алайық. Мына жерден x1 нүктесі дейік, мына жақтан тағы бір нүкте алайық. Бұл бізде x2 нүктесі. Соған сәйкесті берілген y өсіне жібереміз. Y бірінші нүктесі шығады және y екінші нүктесі шығады. Ал енді бізде x1 мен x2-нің арасында қандайда бір қашықтық бар ғой, мына кесінді ғой. Осы қашықтықты біз дельта x деп алайық. Яғни, мысалы, мына жерде x2 7-ге тең болса, x1 3-ге тең болса, 7-ден 3-ті алсақ, мына жер яғни 4-ке тең болады деген сөзі. Сонда бізде дельта x деп отырғанымыз x2-ден x1-ді аламыз деген сөз. Соған сәйкесті y2 мен y1-дің арасындағы мына кесіндіні дельта y деп алайық. Бұл да дәл сондай дельта y тең y2-ден азайтамыз y1-ді. Бұл бізге түсінікті жағдай. Қазір енді әрі қарай біз былай жасайық. Мына алып отырған y тең fx функциясы деп отырмыз ғой. Соған сәйкесті мен мына жерге менде y2 деген бар және y деген 1 бар ғой. Сол y1-ді былай жасап алсам, f деймін да, жақшаның ішіне мына жер y болғанда x болмайды ғой, онда y1 болса, мына жер x1 болады, x1 болады. Ал y2-ні де дәл сол сияқты f x2 деп осылай қойып алсам болады. Сол кезде мына жердегі дельта y-дің орнына тең y2 минус y1 деп тұр ғой. Соның орны fx2 минус fx1 деп былай жазып қойсам болады екен. Түсінікті ғой. Әрі қарай енді біз мынаны жасайық. Мына өрнегімізді қайтып мына жерге жазып алайын. Дельта x тең x2 минус x1 ғой. Осы теңдеуден мен x2-ні табайын. Яғни, x2-ні табу үшін x1-ді теңдіктің сол жағына шығарып жіберейін. Сонда дельта x плюс x1 болады тең x2 деген бізде жаңа өрнек шықты. Осы x2 тең деп енді реттеп жазып жіберейін. x2 тең x1 плюс дельта x деп. Мына екеуі бір нәрсе. Бұнда не жасағымыз келіп отыр? Бұндағы мақсат мына x2-дегі мәннің орнына мына өрнекті қою ғой. Сонда дельта y тең, енді f дейміз да, x2-нің орнына x1 плюс дельта x деп аламын, минус fx1 дейін. Ал біз жақсы бір формулаға келе жатырмыз. Енді осы жерде, оқушылар, мынаған қараңыздаршы. Мына жерде де x1, мына жерде де x2 екеуі бірдей ғой. Соны мына жағы y болғандықтан бұл x1-дерді тек қана x деп жаза қояйық, қарапайым түрде. Сонда дельта y тең f x плюс дельта x минус fx деген өрнекпен ауыстырдым. Сол мына шыққан өрнек менде функция өсімшесі деп аталады. Мына жерді біз аргументтің өсімшесі деп атадық. Яғни x-тардың айырмашылығын, y-тардың айырмашылығын функция өсімшесі деп атадық. Міне мынау бізде функцияның өсімшесі, ал дельта x-іміз мына жерде жаңа жаздық қой. x2 минус x1 деп. Ал енді осы жерден біз не келе жатырмыз? Осы жерден біз туындының анықтамасын беруге келе жатырмыз. Қазір былай жасайық. Мына ара қашықтықты x2-ні x1-ге қарай жақындата берсем, мына жерге келеді, x2 мына жерге келеді. Сол кезде
мына жердегі нүкте, мына x2 жақындап былай қарай, солға қарай, x1-ге қарай жақындап келе жатыр. Тағы мына жерге жақындатсам x2-ні. Сол кезде өздері не көріп отырсыңдар? Бағана дельта x мынандай арақашықтық еді, одан мынандай арақашықтыққа, одан мынандай арақашықтыққа. Дельта x арақашықтық не қылып бара жатыр? Азайып, неге ұмтылып бара жатыр? Нөлге ұмтылып бара жатыр, иә? Енді қараңдар. Осы жерде біз мынандай шек алайық. Лимит дельта x-ті біз жаңа өздерің көріп отырсыңдар, нөлге ұмтылдырып жатырмыз, азайтып жатырмыз. Сөйтіп, мынандай бөлшек аламыз. Дельта y-тің дельта x-ке қатынасы, яғни дельта x нөлге ұмтылғандағы дельта y-тің дельта x-ке қатынасын берілген функцияның туындысы деп атайды, және оны y' деп белгілейді. Енді осындағы y' орнында біз fx-пен ауыстыратын болсақ, f'(x), яғни өткені fx деп алдық қой, енді y' орнына f' дейміз. f'(x) тең лимит дельта x нөлге ұмтылғанда бөлшек. Енді жаңа дельта y-іміздің орнына мына айырманы жазсақ болады. f(x) плюс дельта x минус fx бөлімін дельта x. Мінекей балдар, осы функцияның шегі, яғни функция өсімшесінен функцияны алып тастағып, оны дельта x-ке бөлгендегі функцияның дельта x нөлге ұмтылғандағы шегін туынды деп атаймыз. Сөзбен айтқанда өте көп. Оған мән бере қоймаймыз. Мына жазған мен домалақпен қоршап қояйын екен. Міне, мынау бізге берілген өрнек туындының формуласы. Біз қорытып шығардық. Қазір жаңаға қорытып шығарған формулаларымыз бойынша есептер шығарып бастайық. 41-ші есеп оқулығымызда берілген біріншісі, берілген fx функциясының дельта f-тің дельта x-ке қатынасын табыңдар дейді. Алдыменен дельта f-ті табуымыз керек. Дельта f-тің формуласы неке? Жаңа көрсеттік. Осы формулаға саламыз. Сонда дельта f тең 3. Мына берілген функциямыздағы x бар жердің бәріне әуелі x плюс дельта x-ті қойып шығамыз. x плюс дельта x квадраты тұр, плюс 1. Бұл бізде мына бірінші жазу f x плюс дельта x деген орында тұр. Енді азайтамыз минус. Мына берілген функцияның өзі минус 3x квадрат плюс 1 тең. Әрі қарай жақшаның ішін қысқаша көбейту формуласы бойынша ашамыз. Сонда x квадрат плюс 2x дельта x плюс дельта x-тің квадраты плюс 1. Енді жақшаны ашайық. Минус 3x квадрат және минус пен плюс бізде минус болады. Минус 1 тең. Әрі қарай енді жақшаны 3x пен ашып көбейтейік. 3x квадрат плюс 3-2 6x дельта x плюс 3 дельта x квадрат плюс 1 жақшаның сыртында тұрған. Енді әрі қарай минус 3x квадрат минус 1 тең. Енді ұқсас мүшелерді біріктірейік. Бізде 3x квадрат пен минус 3x квадраттар жойылып кетеді. Плюс 1 мен минус 1 жойылады. Не қалып тұр сонда? 6x дельта x қалып тұр бізде тең. 6x дельта x қалып тұр. Және мына жерде 3 дельта x квадрат қалып тұр. Плюс 3 дельта x квадрат. Дельта f-ті болдық біз. Мына жерден дельта x шығарып жіберейік, бұлдақа есеп шығаруымызға бізге жеңіл болады. Сонда 6x плюс 3 дельта x болады. Енді бөлшекті жазамыз. Яғни дельта f-тің дельта x-ке қатынасын табайық. Орындарына қоямыз. Дельта x-ның орнына мына өрнекті қоямыз. Дельта x 6x плюс 3 дельта x болады. Бөлімінде дельта x. Біздегі алым мен бөлімдегі дельта x-тар қысқарып кетеді. Бізде қалады 6x плюс 3
делта x деген өрнек қалды. Бұл мына біздің есептің жауабы болып табылады. Ары қарай есебімізді жалғастырамыз. Бізде мына 45-ші есепте берілген функцияның туындысын табу керек, және ол туындыны x нолевой нүктесінде, яғни 1 деген нүктеде мәнін тауып есептеуіміз керек. Алдымен біз мына формуладағы туындыдағы делта f-ті табайық. Делта f тең бөлшек x-тің орнына x плюс делта x қоямыз. X плюс делта x қоямыз квадраты, және одан алып тастаймыз берілген функцияның өзін. 2x квадрат тең. Енді бөлшектерді азайтып ортақ бөлімге келтірейік. Ортақ бөлім екеуінің көбейтіндісі ғой, енді x плюс делта x-тің квадраты. Бізде мына жерге x квадраттан келеді біріншісіне. Екіншісіне мен мына жердің жақшаны ашып жіберейін. X квадрат плюс 2x делта x плюс делта x-тің квадраты. Енді көбейтейік. 2x квадрат минус, ескеріп отырамыз таңбаны, 2x квадрат көбейтеміз минус 4x делта x болады, және минус 2 делта x-тің квадраты. Ары қарай бізде мына жерде 2x квадраттар жойылып кетейін деп тұр. Бөлшектің бөлімін өз күйінше жазайық. X плюс делта x-тің квадраты. Ары қарай мына жерден енді ортақ көбейткіш минус делта x-ті шығарып жіберейік. Минус делта x-ті шығарып жіберейік. Немесе минусты шығарып жібермей 2 делта x-ті бірінші жазып, минус 4x-ті бұлай жазсақ та болады. Сонда плюс 2 делта x-тің квадраты минус 4x делта x-міз болып тұр. Мінекей бұнау біздегі өрнегіміз. Енді осыны делта x-ға бөліп шек алайық. Туындысын табуымыз керек қой. fx тең туындысы лимит делта x 0-ге ұмтылғанда бөлшегін сызамыз бізде. Делта x тұр. Жақша ішінде 2 делта x плюс минус 4x бөлімінде x квадрат x плюс делта x. X плюс делта x-тің квадраты. Енді бұл біздегі мынау делта f қой жазып тұрғанымыз. Оны біз делта x-ға бөлуіміз керек. Делта x-ға бөлу деген сөз бөліміне түсіп кетеді ғой. Көбейтілген делта x-тан 1 деген сөз. Әрі қарай бізде делта x-тар қысқарып кетеді. Содан кейін барып делта x-ті 0-ге ұмтылып өрнектің орнына қояйық. Сол кезде 2-ге көбейтеміз 0-ді 0 болады. Минус 4x-тің делта x-ге қатынасы жоқ қой. Өзі жазылады. Мына жерде бөлімде не бар бізде? Жақшаның ішінде делта x 0-ға айналып кетеді ғой. Сол кезде мынау x қалады да, x-пен көбейтіліп x квадрат болады. Ары қарай енді қысқартып жіберсек, x квадрат емес, x көп болады балдар. Мына 2 дәреже ғой. 3 дәреже болады бізде. Сонда минус 4 бөлімінде x квадрат болады деген сөз. Әрі қарай енді біз не істейміз? Жоқ, мына жерде балдар жақшаны ашып көбейткенде x квадрат болды ғой. X квадрат пен x квадрат көбейтіліп x 4 дәреже болады мына жерде. Сосын мына жерде 3 болу керек. Ары қарай енді функцияны fx деймізді 0-ды қоямыз. Тең минус 4 бөлімінде x-тің орнына 1 қоямыз ғой. 1-дің кубы 1, сонда минус 4 болады екен. Демек, біздің есебіміздің жауабы берілген функцияның туындысы 0 нүктесінде қарағанда жауабы минус 4-ке тең екен. Неке құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Туынды туралы мағлұмат бердік алғашқы. Енді келесі сабақтарда осы туындының ережелерін пайдалана отырып есептер шығаратын боламыз. Біздің сабақтарымыз ұнаса арнамызға тіркеліп, сабақты үнемі бөлісіп отыруға шақырамын. Келесі сабақта кездескенше.